Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 5-ші дәріс туризмдегі логистикалық жүйелер мен логистикалық тізбектер тақырыбын талдап талқылайтын боламыз. Бұл дәрісте біз сіздермен сапар қалай құралады, туристің өмінің артында тұрған логистикалық жүйелер мен тізбектерді ашып көрсетеміз. Тасымалдаудан бастап орналастыру мен қызмет үйлестіруіне дейін. Дәріс бірнеше сұрақтарды қамтитын болады. Туризмдегі логистикалық жүйе мен тізбектің мәнін білу, туризмдегі ағындардың түрлерін, іскерлік логистика туристік операциялардың қозғалтқыштығын анықтап, ғылыми модель туризм ағындарын бірге басқаруды талдап талқылайтын боламыз. Логистикалық тізбек деген не деген сұраққа жауап беру үшін біз логистикалық тізбек тұтынушыға дейінгі жеткізуге қатысатын реттелген тұлғалар мен процестердің желісін айтамыз. Бұл тізбек тек материалдық өнімді ғана емес, ақпараттық ағынды да бір жүйеден екіншісіне жеткізеді деген жауап беретін боламыз. Логистикалық тізбек не деген сұраққа. Туризмде бұл туроператордан кейін авиакомпания, қонақүй, гид және туристер жүйелерін білдіреді. Осы ағындар арқылы жүзеге асады. Тізбектің логистикалық екі ағыны болады. Материалдық ағын, ол жол жүру, орналастыру, тамақ, билет, нақты қызметтер мен тауарлар. Ал ақпараттық ағын брондау деректері, маршрут өзгерістері, клиент мәліметтері және жүйелер арасындағы байланыс. Бұл екі ағында үзіліссіз, үйлесімді жұмыс істегенде ғана тізбек тиімді болады. Яғни туроператор жоспарлайды, қызмет көрсетушілер орындайды, ең соңында турист осы қызмет көрсетуді ала алады. Туристік логистика бұл туристік өнімді қалыптастыру, жылжыту және тұтынушыға жеткізу кезіндегі материалдық, ақпараттық, қаржылық және сервистік ағындарды басқару процесі. Ал логистикалық жүйе бұл туристік қызметтің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзара байланысқан элементтердің, яғни туроператорлардың, турагенттердің, көлік компанияларының және орналастыру орындарының жиынтығы. Логистикалық тізбек бұл туристік өнімді жасаушыдан бастап, оны түпкілікті тұтынушыға, яғни туристке жеткізгенге дейінгі кезеңдерді қамтитын логистикалық операциялардың желілік тізбегін айтамыз. Сіздер суреттен туристік логистикалық тізбектің негізгі элементтерін байқап отырсыздар. Яғни жеткізушілер ден кейін, яғни провайдерлерден кейін орналастыру және тамақтану құралдары, оған қонақүйлер, хостелдер, шипажайлар, мейрамханалар жатады. Келесі элемент ол көлік кәсіпорындары, авиакомпаниялар, теміржол, автокөлік және круиздік компаниялар. Келесі туристік логистикалық тізбектің негізгі элементі ол көңіл көтеру және мәдениет нысандары. Оған музейлер, ұлттық парктер, театрлар және тақырыптық парктер жатады. Келесі элемент ол туроператорлар. Ол туроператорлар жеткізушілердің қызметтерін біріктіріп, біртұтас туристік өнімді турпакетті қалыптастырады. Ал дистрибьютерлар, турагенттер мен брондау жүйелері дайын турпакеттерді туристерге сатуды жүзеге асырады. Бұған дәстүрлі агенттіктер де
онлайн платформалар да жатады. Яғни Booking.com, TripAdvisor жатады. Тұтынушылар бұл логистикалық тізбектің соңғы нүктесі, яғни туристің өзі. Логистикалық жүйенің тиімділігі негізгі үш ағынның үйлесімді жұмысына байланысты болады. Ағын түрі ол әрине туризмдегі осы кестеден ағын түрлерін және туризмдегі сипаттамасын көруге болады. Бірінші негізгі ағын ол жолаушылар, яғни туристік ағын. Туризмдегі сипаттамасы туристердің тұрақты тұратын жерінен туристік дестинацияға және оның ішінде қозғалуын сипаттайды. Келесі ағын ол ақпараттық ағын. Туризмдегі сипаттамасы турларды брондау, авиабилеттер, бағалар, дестинация туралы мәліметтер, кері байланыс және құжат айналымы. Яғни құжат айналымына визаны сақтандыруды жатқызамыз. Қаржылық ағын туристердің төлемдері, туроператорлар мен жеткізушілер арасындағы өзара есеп айырысулар және комиссиялық сыйақыларымен сипатталатын ағын. Клиент тәжірибесі тұрақты болу үшін туристік өнімнің барлық бөліктері бір тұтас жүйе ретінде жоспарлануы тиіс. Жеке элементтер ғана емес, олардың үйлесімі де маңызды. Тасымал туралы айтатын болсақ, ұшақ, автобус, пойыз немесе кеме туристің бастапқы нүктеден соңғы нүктеге дейінгі қозғалысын қамтиды. Ал орналастыру қонақ үй, жатақхана немесе курорт демалыс пен қауіпсіздіктің кепілділігі. Ал тамақтану, мейрамхана, буфет немесе жергілікті асхана тамақ сапасы мен мәзір алуандылығымен негізделетін өнім. Келесі экскурсия, гид қызметі, мәдени бағдарлама, демалыс орындарына баруды ұйымдастырумен сипатталады. Осы барлық бөліктер үйлесімді жоспарланғанда ғана турист бірыңғай сапалы тәжірибе ала алады. Логистикалық жүйенің ерекшеліктері мен шектеулеріне тоқталатын болсақ, туризм саласындағы логистиканың материалдық өндірістен айтарлықтай айырмашылығы бар. Бұл жүйенің негізгі ерекшеліктері қызметтерді сақтаудың мүмкін еместігі, қонақ үйдегі бос қалған бөлме немесе ұшақтағы сатылмаған орын қайтарылмайтын шығын. Сондықтан логистикалық тізбекте сұраныс пен ұсынысты нақты уақыт режимінде теңестіру өте маңызды. Маусымдылық, сұраныстың күрт өзгеруі логистикалық жүйеге, әсіресе көлік инфрақұрылымына үлкен салмақ түсіреді. Ал кеңістік алшақтығы туристік өнімді сату орны, яғни турагенттік пен оны тұтыну орны, дестинация бір-бірінен мыңдаған шақырым алыс болуының мүмкіндігі. Туризмде логистика не үшін қажет? Басты міндет мұндағы шығынды азайту үшін. Туристік өнімді тұтынушыға жеткізу, шығындардың барлығын барынша азайту логистиканың негізгі мақсаты. Бұл бағалардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады және компанияның пайдасын өсіреді. Өнім сапасына тікелей байланысты туралы айтатын болсақ, шығынды тек қысқарту жеткіліксіз. Бұл қысқарту туристік өнімнің сапасына нұсқан келтірмеуі тиіс. Сапасыз сервис репутацияны жояды
және клиентті қайтарып бермейді. Ал қауіпсіздік пен заңды жауапкершілік туралы айтсақ, логистикалық шешімдер туристің физикалық қауіпсіздігіне де, заңды талаптарды орындауға да тікелей ықпал етеді. Бұл бизнестің заңды жауапкершілік аясы. Логистика тек оңтайландыру ғана емес. Ол барлығы болмай қалуы мүмкін деген логикамен де алдын ала шешімдер дайындайды. Тәуекелдер маршрут жоспарлау кезінде анықталып, алдын алу шаралары әзірленуі тиіс. Маршруттың барлық нүктелерінде туристің физикалық қауіпсіздігі алдын ала бағаланады, көлік апаты, табиғи апат, қылмыс деңгейін сипаттайды бұл қауіпсіздік тексерісі. Ал заң сәйкестігі туралы айтатын болсақ, қабылдаушы елдің визалық тәртібі, сақтандыру міндеттемелері туристік компания жауапкершілігін реттейтін нормалар. Ал денсаулық сақтау, ол жергілікті ауру тарихы, вакцина талаптары, медициналық қызметке қолжетімділік, логистикалық жоспарға кіруі тиіс. Жергілікті әдет ғұрып, ол мәдени нормаларға сәйкессіздік туристік тәжірибені бұзады. Алдын ала ақпарат беру, ол логистиканың міндеті. Тәуекелдерді алдын ала анықтамаған логистикалық жоспар, ол толық жоспар емес болып табылады. Іскерлік логистика, ол туристік операциялардың қозғалтқышы болып саналатын логистика. Іскерлік логистикаға анықтама беретін болсақ, іскерлік логистика деп жүк және қызмет ағындарын жоспарлау, ұйымдастыру және тиімді басқару үшін қолданылатын ережелер мен құралдар жүйесін айтамыз. Бұл жүйе компания стратегиясын нақты іс-әрекеттерге айналдырады. Туризмдегі қолданыс туралы айтатын болсақ, іскерлік логистикаға қатысты нарық сұранысын болжау және ресурстарды алдын ала бөлу. Жабдықтаушылармен, яғни қонақүймен, авиакомпаниямен шартты оңтайландыру. Маусымдық шыңдарда қызмет сапасын сақтау. Компания стратегиясын нарықтық шындыққа сәйкестендіру. Келесі осы ағын түрлері айтатын болсақ, ол негізгі ағын түрі материалдық, ақпараттық және қаржылық ағындар болып үш түрге бөлінеді. Ал жабдықтаушыдан бастап соңғы тұтынушыға дейін жоспар қамтуы 360 градусты негіздейді. Ал тиімді логистика туристік шығындарды орташа 30%-ға азайтады. Логистикалық жүйе туризмде қалай құрылады? Туризмдегі логистика тізбек қатысушыларының қызметін өзгертіп, туристік өнімді жүйелі түрде қалыптастыруға бағытталған механизм. Нәтижесінде турист қызметтер жиынтығын емес, үйлестірілген тұтас тәжірибені сезеді. Мысалы, жоспарлау, маршрут, уақыт кестесі, серіктес компаниялармен келісім. Келесі, ол үйлестіру жұмысы. Үйлестіру авиакомпания, қонақүй, гид арасындағы ақпарат алмасуды реттеді. Ал орындау функциясы нақты қызмет көрсету, уақытылы, сапалы, қауіпсіз екендігін қамтуы тиіс. Ал бақылау, ауытқуларды анықтап, нақты уақытта түзетулер енгізумен сипатталуы тиіс. Жүйелі жоспарлау туристің саяхат бойы бірыңғай, сапалы тәжірибе алуын қамтамасыз етуі тиіс. Заманауи трендтарға тоқталатын болсақ, инновациялық логистика туралы айтатын болсақ,
Қазіргі таңда туристік логистикалық тізбектерді оңтайландыру үшін мынадай технологиялар белсенді қолданылады. Ол жаһандық брондау жүйелері. Amadeus сияқты жүйелер авиабилеттер мен қонақ үйлерді сәт ішінде брондауға мүмкіндік беріп, ақпараттық логистиканы жеделдетеді. Ал мультимодальды тасымалдар саяхатшы үшін есіктен есікке дейін қағида бойынша көліктің бірнеше түрін ұшақ, пойыз, автобус бір билетпен біріктіруді айтады. Ал цифрландыру, QR-кодтар, электронды ваучерлер және мобильді қосымшалар қағаз құжат айналымын толықтай дерлік ығыстырып, сервистік ағынды жылдамдатады. Осымен біз сіздермен дәрісімізді қорытындылай келе, сапарды тізбек емес, жүйе ретінде жобала деп айтуға болатындығын біз сіздермен бүгін анықтадық. Туристік логистиканы меңгеру бір ғана тізбекті оңтайландыру емес, барлық ағындарды бір жүйеде үйлестіру. Бұл болашақтың туризм индустриясының бәсекелестік артықшылығы болып табылады. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.